Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, балдарыңызға сақ болыңыз. Видеоролик турасында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Шымкентте оқушы өлер алдында 4 сыныптасына хат жазып қалдырған. Шымкентте 9 сынып оқушысы өз үйінің сарайында асылып құлаған. Жақындарының айтуынша қайғылы жағдай себебі белең деп хабарлайды. Turkistan.kz Алматы ТВ-ға сілтеме жасап, марқұм телефонына 4 сыныптасына арнап жазба қалдырған. Онда енді сендер мені ұра алмайсыңдар деп жазылған. Әкесінің қайтыс болғанына 3 жыл болды. Мектепте оны осы 3-ін мазақ етті. Бір бала ақша темекі әкелуге мәжбүрлеп айтқан істететін деп қаза тапқан баланың анасы Жанерке Жүнісбекова хабарлайды. Өмір серіктің соңғы жазбасында көрсетілген 4 есім сыныптасының аты. Олардың бірі полиция есебінде тұр. Қайғылы жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ата-анасы кінәләрін сондай-ақ мектеп әкімшілігі жауапқа тартылуы талап етілуде. Қайтыс болған бала нөмір 32 мектепте оқыған. Оның осы мектепті бітірген әпшесі де кезінде қысым мен ақша бопсалау куәсі болғанын айтады. Ал мектеп әкімшілігі оқушылардың арасында ақша жинау менен жанжал болғанын жоққа шығарды. Өкінішке қарай, біз болған жағдайға кеш білдік. Уақиға алдын ешқандай төбелес болмады. Оны ешкім ұрған жоқ, деді мектептің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Райхан Тілеева. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.